Ақын Ілияс Жансүгіровтің өнер тақырыбына жазылған көрнекті поэмасының бірі құлагер қазақ халқының әйгілі өнерпазы ардагер Ұлахан серінің өміріне арналады. Құлагер поэмасы қазақ халқының батыр балуаны және оның сүйікті тұлпары құлагердің арасындағы байланысты бейнелейді. Осы арқылы ақын қазақ халқының рухын, мәдениетін және дәстүрлерін өрнектейді. Поэмада адам мен жануар арасындағы терең сезім, достық пен қимастық тақырыптар қозғалады. Кейіпкерлері Ақан сері бас кейіпкер, Батыраш, Жақып, Күреңбай сыншы тағы басқа. Бірінші тарауда туған жер табиғаты суреттеледі. Негізгі оқиға желісі арқада Еременді мекен етіп 94-ке жетіп дүниеден өткен Сағынайға берілген астан басталады. Арнайы бәйге жариялап, оған жерден 300 сәйгүлік келеді. Жүйрік ат, сұлу әйел, бақ дәулет өзімде ғана болсын деген Батыраш бұған дейін құлагерді сұратып ала алмаған соң, кек сақтап оған қарсы көк тұйғынды баптайды. Асқа келген Ақан серінің құлагерін көріп қастандық ойлайды. Бұл арада құлагер мен көк тұйғынды даттаған, жақтаған сыбыстар тарап жатады. Бас бәйге Батыраштікі. Ол жүлдені шаппай, баспай алады дегенді естіген Ақан сері қатты ашуланып, осы жолы көк шолақты бөктеремін деп салады. Мұны естіген Батырашты ашу қысып тепсініп Ақанның отауына келіп ауыр сөздер айтады. Ақан сері құлагерім көк тұйғынды басы бозбаса, атым сенікі деп серт береді. Осы арада ат сырын білмес көпшілік құлагерді мазақтап жатқанда, Күреңбай сыншы құлагердің жылқы малының ішіндегі өрен жүйрік екенін ап-анық етіп айтып береді. Сөйтіп бәйге басталып, кішкентайынан Ақан қолында өскен құлагері, талай бәйгені жеңіп алған сәйгүлігі, көктен құсқа да, жерден аңға да шалдырмай, 1300 аттан 4 аталға озып, суырылып шығып, көкөзекке беттейді. Сол жерде құлагер мерт болады. Атының ажалына арқасы қайысқан Ақан аяқ астынан суырылып шығып ән шығарады.